Қайырлы күн, құрметті достар, қадірлі әріптестер. Мен Капарова Меруерт Карбаевна, жоғары аграрлық технологиялық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Бүгін мен студенттермен бірге қоғамды жақсы жаққа өзгертуге қосып жүрген ортақ үлесіміз туралы ой бөліскім келеді. Себебі менің студенттерім болашақ қоғамның берік іргетасы. Мен үшін ұстаздық қызмет тек білім берумен ғана шектелмейді. Сонымен қатар, әр білім алушының бойындағы мүмкіндікті ашу, өз жолын табуға, бағыт беруге және айналамыздағы әлемді бір тамшы болса да мейірімділікке бөлуге, толтыруға мүмкіндік. Білім беру үнемі дамуды, жаңашылдықты талап ететін динамикалық үдеріс. Педагогтың қызметі тек пәндік білім берумен шектелмейді, сонымен қатар қоғамды өзгерте алатын рухани бай тұлғаны қалыптастыруды көздейді. Осы тұрғыдан алғанда, педагогтың қоғамды қалыптастыруға қосатын үлесі ерекше көрініп тұр. Мен және қоғам ұғымдарының өзара байланысы осы тұстан айқын көрінеді. Өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін меңгеруі тек тіл үйренумен емес, бұл мәдени байланысты нығайтып, қоғамдағы бірлікті арттырудың маңызды жолы. Тілді меңгерген азамат елдің қоғамдық өміріне белсенді араласып, ортақ мақсаттарға бірге ұмтылады. Қазақ тілін оқыту мемлекеттің дамуына қосқан үлкен үлес. Қолөнер үйірмесі оқушылардың шығармашылығын дамытып, қиялын кеңейтеді. Өз қолымен жасаған бұйым арқылы бала еңбектің қадірін түсініп, жауапкершілікке үйренеді. Бұл олардың өмірде тиянақты, ұқыпты тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Тәрбие білімнің негізі. Үлкенге құрмет, кішіге ізет қағидасын ұстану әр студенттің басты ұстанымы болуы тиіс. Қариялардың өмірлік тәжірибесі рухани байлығымыз. Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі. Колледж студенттері мен әріптестерінің қатысуымен жүзеге асырылып келе жатқан балаларға күлкі сыйла жобасы жастарды мейірімділікке, қамқорлыққа және жауапкершілікке тәрбиелейді. Сонымен қатар, жас педагог мектебі аясында жас мамандарға қолдау көрсетіп, тәжірибемен бөлісуді өз парызым санаймын. Менің жұмысым жай ғана мамандық емес, жүректен шыққан саналы таңдау. Әр жоба, әр сабақ арқылы студенттерді өз күшіне сенуге, арман асқақтатуға және батыл қадам жасауға жігерлендіремін. Педагог болу қоғамның бір бөлігі болу. Әр күнімді қоғамға пайдалы болуға, адамдарға көмектесуге және шабыт беруге арнаймын. Армандар мен мүмкіндіктерге толы өмір қалыптастыруға бірге атсалысайық.